Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен өте дәмді пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Алдымен жылы сүтімді құйып аламын кеңірек ыдысыма. Одан кейін құрғақ ашытқы, тұз және де қант салып, жақсылап барлығын араластырып аламын да бетін пищевой пленкамен жауып қоямын. Жылы жерге бізде кішкене апары көтерілу керек. 10-15 минуттай уақыт жарайды. Ал менің апарым көтерілгенше мен осындай 40 қабат, яғни капустаны турап аламын. Осындай етіп, кішкене бөліктерге бөліп турап алдым. Өзіңізге ұнаған форманы жасауыңызға болады. Енді мен кеңірек ыдысыма капустамды салып аламын да жақсылап тұздап аламын. Тұзы түсіну үшін жақсылап қолмен барлығын араластырып аламын. Одан кейін қайнап тұрған табаға сұйық майымызды құйып, капустамызды саламыз. Және де жақсылап барлығын араластырамыз. Бетін жауып, баяу отта капустамызды пісіреміз. Бұл біздің пирожкиіміздің салмасы болады. Сізге өзіңіздің ұнаған салмаңызды салуыңызға болады. Міне 15 минуттай уақыт өтті. Міне менің апарым көтерілді. Осының өзі жеткілікті. Оған мен бір жұмыртқаны жарамын. Жақсылап барлығын араластырамын. Бір ас қасықтай сұйық майымды құйып, жақсылап барлығын араластырамын. Одан кейін ұнымды електен өткізіп, осылай бөліктерге бөле отырып, қосып жақсылап араластырамын. Жұмсақ нан илеймін. Тағы да 100 мл жылы сүтімді құямын. Осындай менде жұмсақ қамыр шықты. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді көтерілуге 1 сағаттай уақытқа қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып жылы жерге қоямын. Қамырым көтерілгенше күтемін. Мінекей достар, менің капустам пісті. Осындай болып қорылды. Енді мен дәміне қарай бұрыш қосамын. Жақсылап барлығын араластырып, ыдысыма салып аламын, суытамын. Мінекей достар, менің қамырым керемет болып көтерілді. Өте жұмсақ, керемет қамыр болып шықты. Енді пирожкимді жасауға кірісемін. Қамырымды 2 бөлікке бөліп аламын. Мен бүгін 2 түрлі өте әдемі формадағы пирожкилерді жасаймын. Қамырымның бірінші бөлігінен пирожкилерді жасай бастаймын. Ал екінші бөлігін ыдысқа салып алып қоямын әзірше. Осындай дөңгелек етіп жасап аламын. Ұн себе отырып, осылай илеп аламыз. Және де менде осындай әдемі кескіш бар. Әдемі узор етіп салады. Дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Осындай 3 бұрыш етіп мен кесіп аламын қамырымды. Дәл осы кескішпен жасасаңыздар, пирожкилеріңіз өте әдемі болып шығады. Одан кейін тағы да осындай жолақтар жасаймын. Салмасын алдын ала суытып алдым. Салмасына капустаны қосамын. Ортасына салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп түйеміз пирожкиімізді. Пирожкиіміз өте әдемі болып піседі. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Осындай кескіш арқылы әдемі жолақшалар жасап, ортасына салмасын салып, жақсылап түйіп аламыз. Дәл осындай тәсілмен бүкіл пирожкиімізді жасап шығамыз.
Ал қамырдың екінші бөлігінен өте әдемі пирожки жасайтын боламыз. Осылай етіп түйіп аламыз да. Мінекей достар, осындай әдемі кереметте пирожкилерім шықты. Енді противеньға пергамент қағазын төсеп аламын да пирожкилерімді саламын. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамын. Және әдемілік үшін қара кунжут пен ақ кунжутты сеуіп шығамын бетіне. Пирожкиімізді 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минуттай өзіңіздің пешіңізге қарай қызарғанша пісіресіздер. Мен бірінші пирожкиім бірінші бөлігі пісіп жатыр. Мен екінші қамырдың бөлігінен пирожки жасап жатырмын, екінші түрлі. Осылай видеодағыдай етіп, ұзындау етіп, жолақша етіп, пирожкиіміздің қамырын илеп аламыз. Одан кейін ортасына капустаның салмасын салып аламыз. Жақсылап түйеміз видеодағыдай. Дәл осылай етіп, барлығын дәл осындай формада жасап шығамыз пирожкилерімізді. Одан кейін противеньға пергамент қағазын төсеп аламын. Мінекей достар, менде осындай пирожкилер шықты. Енді осындай лезвияның көмегімен таза лезвияны алыңыздар. Және де осылай видеодағыдай етіп, ұзындау жолақшаларды пирожкиіміздің бетіне салып шығамыз. Піскеннен кейін біздің пирожкиіміз өте әдемі керемет болып шығады. Мінекей достар, кішкене арасын ашып қоясыздар кескен жеріңіздің, және де жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Одан кейін әдемілік үшін кунжут сеуіп шығамын. Пирожкиімізді 180 градуста 35-30 минуттай қызарғанша пісіресіздер. Мінекей достар, менің пирожкиімнің бірінші бөлігі пісті. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай өте әдемі керемет пирожкилер шықты. Және де екінші қамырдың бөлігінен де осындай өте әдемі керемет пирожкилерім пісті. Пирожкилерім тек әдемі емес, оның қасында өте жұмсақ, керемет болып шықты қамыры. Міндетті түрде менің рецептімді қолданып көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің видеоларымды бірінші болып көресіздер сол кезде. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және менің видеом ұнаса, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Мен пирожкимнің дәмін көргелі жатырмын. Өте дәмді, өте керемет жұмсақ болып шықты. Қамыры маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Менің каналымда кездескенше сау болыңыздар.